Сәлем, көрермендерім. Бүгін қазыдан палау дайындайын деп жатырмын. 15 адамға 5 кесе күріштен палау дайындап сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Көбісі енді өзінің отбасына ғана 2 кесе, әрі кетсе 2,5 кеседен дайындайды. Ал енді 15 адамға неше кесе күрішпен дайындаймыз деп көбісі сұрап жатады. Сондықтан мен сіздерге көрсетіп кетейін. Бүгін 5 кесе күріштен 15 адамға 3 табақ палау дайындаймыз. Мына жерде қазыдан палау дайындасақ, палаудың дәмі өте керемет болады. Осы қазыға шамалы ет қосып жіберсеңдер де болады. Жарты келі ет қосамыз. Жарты келіден енді шамалы көптеу енді менікі. Тағы да ет қосып жіберем. Және мынандай 1 келі сәбіз керек. 7 түйір. 7 түйіріміз енді 1 келі болады. 1 келіден асып кетуде мүмкін. Біз енді өзіміз палау жасаған кезде дайындағанда сәбізді өте көп қосамыз. Майдалап турап аламыз. Содан кейін мынандай үлкен бір жуаны қосамыз. 2 жуа қосуға да болады. Палауға жуаны көп қоссаңыздар өте дәмді болады. Және мына жерде 3 бас чеснок қосып жібереміз. Енді осы етіміз, сәбізіміз, жуамыз, чесногымыз барлығын дайындап, турап дайындап аламыз. Содан кейін барып қазанды отқа қойып, ішіне майын құямыз. Мен енді жарты литр май құйып тұрмын, өйткені қазы майлы, ондай көп құймадым. Палауға майды көп құю керек негізі, сонда ғана татты болады. Осы жаймен қайнатып қуырамыз. Содан кейін барып жуаны, чеснокты салып араластырамыз. Тұз салмаймыз, өйткені мына қазының тұзы бар. Су құйғаннан кейін қазір алдағы уақытта тұз саламыз. Енді әптен мына қуырылды. Енді осының үстіне дайын тұрған сәбізімізді салып араластырамыз. Бұл да біраз қуырылады. Жаймен астын өте қатты ашпай, жаймен қуырып аламыз. Оған дейін енді мен сіздерге көрсетіп кетейін. Мына күрішім 5 кесе күріш, кесем мынандай сонда үлкен емес, енді орташа сорпа ішетін кесемен 5 кесе күріш. Содан енді 3 орташа табақ жаңағы палау шығады. Осы 5 кесе күрішті әдемілеп 2-3 қайтара жуып аласыздар да, ішіне шамалы тұз араластырып жіберіп, тағы жуып шайып төгіп тастайсыздар. Енді мына дайын болды, сәбізіміз барлығы қуырып, үстінен қайнаған су құямыз. Енді менің 2 қолбақыр ожау су құйып жатырмын ғой. Бұл енді 2 қолбақырымыз 2 литрлі көптеу су құйып жатырмын. Әзірше солай құйып қоямыз. Өйткені қазір енді осы қайнап, біраз қайнайды ғой. Енді мына жерде мен тұзын көріп жіберейін. Тұзы шамалы кемдеу екен. 1 ас қасық тұз салып жібереміз, араластырып. Енді бұл палауға зира қоссаңыздар да болады, үйлеріңізде болса. Енді мынау жаймен қайнап дайын болды. Осының үстінен жуып тұрған күрішімізді әдемілеп салып шығамыз. Еттің бетіне, сәбіздің үстіне барлығын жауып тұру керек. Бетіне ғана саласыздар. Мына құйған су менің жеткілікті. Үстінен, күріштің үстінен 1 сантиметр шығып тұрса болды. Енді осыны астын ашамыз, қатты қайнау керек. Ал енді су тартылғаннан кейін міне барлығын жинаймыз күрішті ортаға. Сосын мына ағаш қасықпен тесіп қоямыз үстінен. Тесіп қоясыздар. Сосын қайтадан бетін жауып қоясыздар да, астын жауып тастайсыздар. Астын жапқанда барлығын жауып тастамайсыздар. Жаймен отқа қойып қоясыздар ғой. Міне біздің палауымыз дайын. Енді мына үйге қонақ келіп жатқан баланың дауысы бар, барлығы естіліп жатыр. Осының үстіне мына укроп пен петрушканы сеуіп әдемілеп жібереміз. Міне біздің палауымыз дайын болды. Құрметті көрермендерім, астарыңыз дәмді болсын. Көріскенше сау болыңыздар.